Ербол, жарғам, өзіңе абайлап жүрші. Сақ бол. Майдан дегенді кім шығарған? Апа, уайымдама. Әкем екеуміз аман есен келеміз. Ербол, Салима келмеген бе? Көрмейді ғой. Мүмкін емес. Кеш келетін шығар. Ербол, менің заманыма қарайлай жүр. Соғысай арқасын құрайын. Арқасын. Қызым, қайда бара жатсың? Алдың барлық әйелдері өздері азаматтарын майданға шығарып салуға бара жатыр екен. Мен де өз Ерболымды майданға шығарып салуға бара жатырмын. Ербол деп қашан жүрмексің? Ол майданнан орала ма, оралмай ма белгісіз. Сол үшін өз тағдырыңды қиясың ба? Анашым, сіз не деп тұрсыз? Біздің аузымызға осындай сөз қалайда түсті? Қайда шекаралар жоғалады сенің барда, теңің барда, ұлы сезім барда. Ербол! Ербол! Салима! Ербол! Не оралам? Мен сені күтемін. Күт мені. Мен келемін. Сен, живо! Салима, күт. Не оралам? Салима. Сенің осы оқуың қашан бітеді? Оқу деп байсырамайсың ба? Осы кеше менің қапым қайсы болып еді. Не бала жоқ, не шаға жоқ. Салима, сен маған қатындыққа тиісесің. Майданға бармаған жалғыз еркексіз екенсіз ғой. Білесіз бе? Менің әкемнің қаны сіздің мойныңызда. Қатын, неде отап тұр ана қызың? Жаптырт ана қызың аузын. Ай, көрмесі Бұқтықбай. Осыдан Салима маған тимейді екен. Үйің бұл шығар. Салима қызым, сені Бүркітбай қатынды қалмақшы дейді. Жағдайымызды түсірші қызым. Анашым, сіз деп тұрсыз. Мен тек Ерболды ғана сүйемін. Оған берген уәдем қайда? Мен оны майданнан келгенше күтемін. Қызым ау, жағдайымызды түсірші. Ана жақта бауырларың аштан-аштан. Анашым, бірақ Ербол екеуміздің арамыздағы махаббат ше. Бүркітбайға тимейді екенсің. Мені ана деп аташуға табалдырықты басушы да болма. Бірақ та өз бауырларым үшін. Соғысқа дейін бір қыз бетіме тіке қараса, зәрем кететін мен аудиториядағы 30 қыздың 60 көзі өзіме қадалғанын сездім. Мен олардың бәрін бірден жақсы көріп кеттім. Олардың бәрі бірдей алақанға салып аялауға лайықты жандар еді. Сол қаптаған көздердің ішінен маған жылы шуақты осы көз өзгеше бір пәк, таза тұнықтықпен жәудірей қарап, сілейіп тұрған мені дір еткізген кезде тамағымның ішінен бір жұмсақ нәрсе қытықтай жөнелгендей күйге бөленді. Әсіресе оның бетіндегі мойылдай мөлдіреген қара мең менің көзімді де, өзімді де магниттай тартып әкетіп бара жатты. Мен ұялып, қарамауға тырысып көзімді тайдырып әкеттім. Сіз кімсіз? Сізге кім керек? Есенұлы, Ербол Есенұлы. Демек Ербол деген сен болған ғой? Кел отыр, қызаңа танысайын. Сіз шынымен адам аласыз ба, әлде жай ғана киім киіп аласыз ба? Барған. Бұл жақта командир болдыңыз ба? Жоқ. Кіші командир болған. Кіші. Сонымен командир болдыңыз ба, әлде кіші командир ма? Зайқы қамиға қойсаңдар шекеліңіз жеулерімді. Ағай, сіз түк жазбапсыз ғой. Ештеңе етпейді, бәрінде осылай болып тұрады. Жоңыз, мен қасыма отырыңыз, конспект жазуға көмектесемін. Ербол, мына кейпіммен қалай
жасау керектігін түсінбеймін. Екеуміз ары қарай бірге болмайтын сияқтымыз. Китай, олай бас. Сенемін, сен мендік болшы. Жолдас Есенов, сіз бе? Иә. Мынау сіздің балаңыз. Айтпақшы, әйеліңізден тастап кеткен хаты бар еді. Қайғыңызға ортақпыз. Жаным, Ербол, мен өлсем де бала өлмесе екен деп тіледім. Атын өзің қой. Сен не деп қойсаң, мен соған ризамын. Менімен келістім деп есепте. Бұл Енді мені жеткізеді армандарыма үмітте бар. Менің қымбатты меңтайым. Бүгін кітабыма ат қойдым. Әрине, еш күмәнсіз. Өзіңмен бірге өткізген күндерім менің махаббат, қызық мол жылдарым еді ғой.